Барлықтарыңызға сәлем, Әсемгүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге құлпынай туралы айтамын. Құлпынай болғанда бұл орман құлпынайы, басқа құлпынайдан бөлек және тағы бір ерекшелігі сіздерге көрсетейін. Қарап тұрсаңыз, яғни сары құлпынайымыз. Міне бұл құлпынай, бұл құлпынайды мен былтыр емес 2017-де еккен болатынмын. Биыл міне басқа жерге ауыстырып ектім. Бұның бір несі жаман жері тек тұқым арқылы ғана өседі. Тұқым арқылы өсіру өте кішкене уақытты алатын және де ең ұзақ процесс деп айтуға болады. Бірақ дегенмен осы қызық көп, жаңа осы құлпынайдың түсіне бола жаңаға еккен болатынмын. Бұны қызыққан себебін иісі өте керемет, басқа құлпынайларға қарағанда, және де дәмі бір ананастың дәміне ұқсайды сары құлпынайдың. Яғни бұның дәл осындай қызыл түрі де бар, және менде сары түрі де бар. Сары түрі көбінесе бар байқамай қаласыз, яғни піскен уақытын. Бірақ біз қазір үйрендік, басында байқалмай жүрдік. Дәмі өте керемет. Сіздер көріп тұрғанда тек бір несі ғана, яғни араларын ашып. Бұның бір несі мұрт шашпайды. Басқа құлпынайға қарағанда, мысалы мыналар болса мұрт шашса, бұл мұрт шашпайды, өте шапшағын. Басқа құлпынайға қарағанда бұның жапырағы өте кішкентай, себебі өнімі де кішкентай болғандықтан жаңағы жапырағы да өте кішкентай. Бұны мен қаңтар айынан бастап өсіріп, тамыз айында өнімін берді сол жылы. Бірақ мен қаңтар айынан бастап, еккеннен бастап жаңағы мамыр айында отырғыздым. Бірталайға дейін өспей, тамыз айында шамалыдан бастап өнім бере бастады. Бірақ былтыр жылдары өнімі өте жақсы болды. Бұның несі, яғни мұрт шашпайды, тек тұқым арқылы көбейтуге болады, және де мысалы бір жерде 3 жылдай болса, араларын бөліп арқылы отырғызуға болады. Мен биыл сөйттім, себебі көбейіп кетті. Сол себепті араларын ашып бір-бірдеп отырғыздым. Тез алып кетеді, ондай өліп қалып, ондай не істемейді, тез алып кетеді, тез үйренеді кез келген жерге. Бұл сіздер көріп тұрғаныңыздай одан артық үлкеймейді, өте кішкентай болады. Үйлеріңізде балалар болса, мысалы кішкентай немерелеріңіз болса, өте балаларға қызыққа осындайларды өсіріп жеулеріңізге болады. Бұйыртса сіздерге қалай егетінімді көрсетемін алдағы уақытта. Каналға жазылыңыздар, тағы да түсірілімдер болады. Сау болыңыздар.